күн балалар. Бүгін біз ұсақтау және төлем жасау деген сабақ өтеміз. Сен бүгін осы сабақта монеталар мен есептеулер орындайтын боласың. Алдымен бірінші тапсырмаға қара. Түскі асты таңда, оның құнын есепте. Қай түскі ас арзан, қай түскі ас қымбат, ал қаншаға арзан, қаншаға қымбат екенін салыстыру үшін алдымен барлығын есептейік. Бірінші түскі асты есептейік. Бірінші түскі аста 30 теңге, 40 теңге, 20 теңге тұрады екен бірінші түскі астың бағалары. Барлығын қоса 90 теңге. Біз 90 теңге беру үшін сатушыға 50 теңгеліктің біреуін, 20 теңгеліктің 2 монетасын береміз. Ал енді екінші менюді, екінші түскі асты есептейік. Ол 30 теңге, 50 теңге, 20 теңгеден құралған. Барлығы 100 теңге болып тұр. Біз сатушыға 100 теңге беру үшін 50 теңгеліктің 2 монетасын береміз. Немесе 20 теңгеліктің 5-еуін береміз. Енді үшінші түскі ас. 30 теңге, 10 теңге, 20 теңгеден құрылған. Барлығына 60 теңге төлейді екенбіз. 60 теңге беру үшін біз 50 теңгеліктің біреуін, 10 теңгеліктің біреуін береміз. Немесе 20 теңгеліктен 3 монета береміз. Енді салыстырайық. Қайсы түскі ас қымбат, қайсы түскі ас арзан болып тұр? Екінші түскі ас 100 теңге қымбат, ал үшінші түскі ас ең арзаны 60 теңге болып тұр. Екінші түскі ас үшінші түскі асқа қарағанда қанша теңгеге қымбат болып тұр? Дұрыс айтасың, 40 теңгеге қымбат болып тұр. Ал енді екінші тапсырма. Азық-түліктің бағаларына қара. Ең арзанынан бастап қымбатына қарай жазамыз. Ең арзаны ол бізде чупа-чупс 10 теңге. Ал екінші ол печеньелар 30 теңге, банан 40 теңге, тоқаш 60 теңге және тәтті тоқаш 80 теңге. Ең арзанынан қымбатына қарай жаздық. Сен де осылай жаздың ба? Ал енді мына суретті пайдаланып есеп құрастырамыз және кері есеп құрастырамыз. Алдымен есеп құрастырып алайық. Біз кез келген бір тауарды, бір заттың бағасына қараймыз да, екі тауарды алып салыстырамыз. Мысал үшін, айран 70 теңге тұрады, ал сүт 100 теңге тұрады. Сүт алсақ, біз сүт алсақ, сатушыға айранға қарағанда қанша теңге артық береміз? Оны есептеу үшін біз 100 теңгеден 70 теңгені азайтамыз. Сонда сүт 30 теңгеге қымбат болып тұр, айраннан. Сонда біз сатушыға 30 теңге артық береміз, егер сүт алатын болсақ. Айран алатын болсақ 30 теңге кем береміз. Өте жақсы, балалар серіктеу сәтін жасап алып, жұмыс дәптеріндегі әмияндағы монеталарды саламыз, сурет саламыз. 60 теңге болу үшін бірінші нұсқа 50 мен 10 теңгелік монета. Екінші нұсқа 20 теңгеліктің 3-еуі. Немесе үшінші нұсқа 10 теңгеліктен 6 монета жатуы мүмкін әмиянда. Осы монеталардың суретін салып көр. Сосын мына жолақтарды өлшейсің сызғышыңмен, сосын көрсетілген түстерге бояйсың. Ұзындығы 4 см болатын жолақшаны сарыға, ұзындығы 5 см болатын жолақшаны көк, ұзындығы 9 см болатын жолақшаны жасыл түске, ал ұзындығы 10 см болатын жолақшаны қызыл түске бояп шық. Сосын менікімен тексеріп көр. Өте жақсы. Ал енді тәрелкеге 3 әртүрлі жеміс салу керек. Сол жемістердің жанында тұрған сандарды қосқанда 10 шығу керек екен. Мен мысал үшін тәрелкеме алма, алмұрт және 1 лимон салдым. Үшеуінің жанында тұрған сандарды қосып едім, 10 шықты. Ал сен тәрелкеңе не салдың? Сол салғаныңды комментарийге жазып қалдыр. Балалар, сендер бүгін монеталар мен есептеулер орындадыңдар. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.